Қайырлы күн, қадірлі жерлестер. Жылойдың жайсаң жандары атты рубрикамыздың бүгінгі басты кейіпкері Барақатов Кеңес ағамыз туралы болмақшы. Жастық шағынан спорттың барлық түрін игере отырып, соның ішінде күреске аса қатты мән берген ақсақалдың кенже ұлы Аслан деген азаматтың шаңырағына келіп, ақсақалдың Құдай қосқан қосағы Бәтима анамызбенен, үлкен ұлы Арғын ағамызбенен қазір сұхбатымызды жалғастырамыз. Бірге болыңыздар бізбен. Сәлем бердік, апа. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бүгін енді мынау Аслан ұлыңыздың шаңырағына келіп қалып жатырмыз. Мақсатымыз Жылойдың жастарына, осы Жылойда өткен ақсақалдар туралы, жай ақсақал емес, артына жақсы із қалдырған адамдар туралы жасап атқан дүниеді. Мен осыған дейін бірнеше документальный фильм жасадым. Оның ішінде ауыл шаруашылық мамандары бар. Оның ішінде Ұлы Отан соғысында еңбегімен, ерлігімен көзге түскен аталарымыз бар. Оның ішінде мынау құрылыс саласына да көп еңбек еткен аталарымыз бар. Солар туралы Жылойдың жастарына осы тек бүгінгідей бәрі аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Қандай қиындықтарменен осындай Жылой көркейіп жатыр деген мақсат қой біздің ойымыз, негізгі мақсатымыз. Міне сол мақсат бойын бүгін ортамызға Кеңес ақсақалдың жақсы спортшы болғанын, жай ғана спортшы емес, адамгершілігі өте зор азамат ретінде жақында мен бір отырыста естіп, осы шараны қолға алдым. Енді бұйыртса, мынау келесі жылы ақсақалдың 90 жылдық екен, соның аясында әлі талай-талай шаралар өтер. Дегенмен мынау сол 90 жылдықтың алдындағы біздің бастамамыз болсын, отбасының бастамасы болсын деген ойменен сізге келіп жатырмын. Енді көп-көп рахмет осылай маған келісім бергеніңізге. Жасыңыз үлкен болса да, енді аты аңызға айналған ақсақалдың жарысыз. Сіз де енді құржай адам емессіз ғой, батыр анасыз, бірнеше ұрпақ тәрбиеледіңіз. Ал соның сізден бір өз аузыңыздан ақсақал туралы әңгіме тыңдайын деп келдім. Енді менің сұрағым, енді сіздердің бір-біріңізді танысқан күндеріңіз болмаса, қанша жыл жүрдіңіздер, сізге айттырып барды ма, құда түсті ма деген ондай арзан сұрақтар қоймаймын, апа. Ол сіздің үйіңіздің, өзіңіздің, жеке басыңыздың құпиясы болып қала берсін. Енді менің сұрағым, ең бірінші сұрақ, спортсменнің, спортшының әйелі болу, жары болу қаншалықты қиын? Соны айтыңызшы. Ешқандай қиыншылық жоқ. Солай ма? Бәрі жақсы. Енді әртүрлі жарыстарға кетеді. Бала шағамен өзіңіз қаласыз. Қиын болған жоқ па? Өзім жаңғыз емеспін ғой. Өскен мына үлкен балам бар, қасымда. Амангелді бар, Русланым бар. Бәрі қасымда болады. Бәрі қолдайды. Дұрыс. Ал жалпы енді ол кездегі спортшы көп табыс таппайды ғой. Сіз спортты қой, басқа салаға жұмысқа бар деп айтпадыңыз ба? Айтқан жоқпын. Ой, қандай керемет. Өзін несі? Сүйікті жұмысы ғой. Сүйікті жұмысы, соған. Ештеме айтқан жоқпын, өзі өледі енді. Балаларыңыздың ішінде, өзіңіздің балаларыңыздың ішінде Кеңес ақсақалға мінезімен ұқсаған кім? Қайсы баланы атап айтасыз? Бәрі де ұқсаған. Бәрі ұқсаған ба? Түгел әкесінің жолын қуды. Спортпен шұғылданды. Дұрыс-ақ. Енді шүкірсіз ғой. Қызымызға шейін әкесінің несін есіне түсіріп кетеді. Мама бүйтейік, мама сөйтейік. Енді ол жақсы ғой, жақсы адамнан жақсы ұрпақ қалған.
сіздің жақсылығы, балаларыңыздың жақсылығы сол ғой. Сіздің осы жарқырап, әп-әдемі болып, әлі күнге дейін осындай жақсы өмір сүріп жатсыз. Келіндерім де, қыздарым да бәрі ауызбіршілігі мол, жақсы. Ой, қандай тамаша. Қандай тамаша. Өте қуанып отырамын. Рахмет. Енді балаларыңызға көп рахмет. Енді мен балаларыңыздың жасы үлкендерін танимын, Арғын ағаны білем, Амангелді ағаны білем. Енді Амангелді аға азды көпті мемлекеттік қызметте жасады. Сосын енді қазір үлкен кәсіпкер, жалпы облыс көлемінде, республика көлемінде үлкен жұмыс жасап жүрген азаматтар ғой. Русланды білем. Енді сіз жақсы ұрпақ тәрбиелеген, сізге де көп рахмет. Бұл қоғамға тигізген сіздің пайдаңыз, ақсақал екеуіңіздің. Енді Арғын ағамен жалғастырайын әңгімені, апа. Ал Ареке, енді үлкен кісіні, анамызды көп мазалап атқан жоқпын, тосын сұрақтарменен. Бірақ енді сізге қазір көп салмақ түсейін деп тұрып. Енді біздің қазір ауданымызда білесіз ғой, енді ол неше түрлі заман өтті. Кешегі осы 1-2 жылдықта су тасқыны болды. Оның ар жағында бүткіл мемлекетіміздің басына қауіп төніп пандемия болды. Сол кездегі көп дүниелер жасалмай қалған шығар. Жылда өтетін турнирлар сол кезде өтпей қалды. Оның бер жағында мынау мен кеше аудандағы спорт мектебіне барғам. Қалада, Құлсары қаласындағы. Сонда айтты, бізде көп дүние бар еді, бірақ өкінішке орай былтыр әлгі су басқан кезде көп дүниеміз сол суға кетіп қалды. Енді қазір біздің қолымызда ештеңе болмай тұр деп. Енді барлық үміт сізде. Енді мынау бұйыртса ақсақалдың 90 жылдығына қарай тағы да сіздерді мазалайтын кісілер келер әлі де. Музейден, болмаса осы аудандық спорт және туризм бөлімі дейтін бар. Содан келер. Дегенмен мен солардың бәрінің алдын орағытып, алдын ала 1-2 ай бұрын келіп жатырмын. Енді әкеңізден бір осы өрбіген ұрпақтар туралы қанша ағайындысыздар, сіздің сұрағымды содан бастағым келіп тұр. Ал жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жерлестер. Енді жаңа сұраққа байланысты болса, енді біздер енді көп балалы әке мен анадан шыққан адамбыз ғой. Барлығымыз негізі менің көзімде болған 12 бала болдық. Одан 3 бала шетінеп кетті. Бір бала енді сол 2 бала шетінеп кетсе, мен көзімше болған 3 бала шетінеп кетті де, бір бала осы бір себептермен ауырып дүниеден өтті. Өкінішті, иманды болсын. Енді қазір осы жерде қазір 9-ымыз ғой, қыздармен есептегенде 7 ағайындымыз. Дұрыс-ақ. 2 қыз бар, біреу ең үлкені мен болсам, одан кейін менің бір қарындасым бар, Атырауда тұрады. Оның да семьясы бар. Балалы шағалы, немере көріп отыр, немере сүйіп отыр. Өзіңізде балалар аяқтанды ғой, немерелі көріп отырсыз ғой. Өзімде де бар, шүкірмін, немерелерім бар. 2 балам аяқтанды, 2 балам. Қызымыз тұрмыста, барлығы да бар, шүкір, жиен де бар, немере де бар. Алла көпсінбесін, санын айтпа дейді ғой. Солай. Енді айтайын десем, әкеміздің енді бұл жерде себепші біздің әкеміз ғой. Алпамыз сеніміз келіп отыр, рахмет көп. Болда да бір тарихта қалатын нәрсе. Әрине. Ол бізге емес, артымыздағы ұрпақтарға, артымыздағы балдарымызға қалсын деп есеп беріп отырсыз ғой. Солай. Енді әбеке, сіз бағанағы неше ағайындылар деген сұрақты жалғастырайық. Сіз содан кейін Рауза апай. Менен кейінгі жаңағы Разалия, одан кейін Амангелді інім, одан кейін Руслан. Өте жақсы. Русланнан кейін Нұрлан, Ерлан, Жаслан, Аслан. Міне 7 ағайындымыз. Өте жақсы. 2 қыз ғой енді. 2 қыз, біреуі Разалия, сосын Гуля.
Гуля 70-ші жылғы жаңағы. Мен кішкене ертеректер айтып қой отыр. Иә. Одан мына Русланнан кейінгі негізі жаңағы Гуля қарындасымыз. Ол да Ақтөбеде тұрады. Тұрмыста балалары бар, немерелері бар. Аллаға шүкір, келіндері бар. Бәрі жақсы тұрады, жаман емес. Рахмет. Енді сізді енді баланың тұңғышысыз ғой, ұлдың тұңғышысыз. Сондықтан көбірек папаңыздың жанында, әкеңіздің жанында көбірек сіз болдыңыз ғой. Өткенде мен Алматыдан келе жатқанымда пойызда бір сізде танитын болуыңыз керек, өйткені ол Мақатта туып өскен жігіт, кейін пенсияға осы Құлсарыдан қалған анау вокзалда бастық болды. Атын ұмытып отырғаным ай. Амангелді шығар. Жоқ. Кім? Қалыбай. Қалыбай деген ақсақал. Енді ол кісі де уже 70-тен асқан кісі. Сол Қалекеңе Мақаттікімін деді ғой. Әуелде туған жерім Мақаттікімін деді. Содан сұрадым мен, енді Мақаттікімін дегесін қазір енді сіздің папаңыздан 15-20 жастай кіші болғанменен, енді ол кездегі азаматтардың түсінігі керемет қой, енді қазіргі жастар сияқты бір жүрдім бардым қарамайды, ол кезде көп нәрсе есінде болады. Сонымен сұрадым, Барақатов Кеңес деген ақсақал туралы бір материал жасағым келеді, ал сіз танисыз ба дегенімде, ол өте тамаша кісі болатын деді маған. Мінезі өте тамаша жігіт. Ол деген оны танымайтын адам жоқ еді деді. Сондай бір тамаша жігіт, мықты спортсмен, ол дейтін республика көлемінде күрескен ағамыз ғой деп сүйдеді. Сосын енді спорттағы жетістіктер туралы мен ол спортсмен емеспін, мен темір жолшымын, көп нәрсені біле бермеймін деді. Бірақ оның азаматтығы жөнінде, адамгершілігі жөнінде өте тамаша азамат деп маған айтқан еді. Енді бүгінгі біздің мынау Жылойдың жастарына беріп отырған мағлұматымыздың басым жағы әкеміздің, Кеңес ағаның спорттағы жетістігі ғой енді біздің айтайын дегеніміз. Енді ол аудан, облыс көлемінде әртүрлі турнирлер, болмаса сол кезде спартакиада дейді ғой, білесіз ғой. Ол спартакиаданың түріне барды ғой. Дегенмен сіздің есіңізде қалған осы республикадағы ең жоғарғы алған жеңісі қай жылы қандай неде болды, турнирда болды, қандай спартакиада болды? Бұл енді мен енді өзім көрмегенмен маған жеткізген мағлұматтар сондай болды. 54-ші жылдары, өткен ғасырдың енді 54-ші жылы республикалық Қажымқан Мұңайтпас бабамыздың атына болған турнирде сонда бірінші орын алған. Қандай салмақта? 75 келі салмағында. Масқара. Сол кезде қазір енді ол кісілер енді бірнеден өтіп кетіп жатыр ғой. Сол кездегі мына Әбілсейіт Айханов, ол да республикаға танымал кісі. Одан да басқа жағы Тілекқабыл Құсайынов, Мақат ауданыныкі. Сосын жағы мына жерде Тажмағамбет Жұбанов деген болды. Осы Құлсарының ақсақалы, иманды болсын. Бұлар енді менің қосшы балдарым деп кеткен кезінде. Солардың өзі тасып бірге жүріп, өзі бірге күресіп жүрген сол балдармен. Олар енді төменгі салмақта болғанның себептен олар төменгі салмақта күресті. Бұл енді орташа салмақта күресті 75 келегде. Содан сөйтіп ол атағын көп жерге шығарып кетті, республика деңгейінде. Оның бірақ енді көбі жазылмай қалды, есте қалмай қалды. Кейбір кезде архивтерден іздейміз. Қазір енді өзіміз жасымыз келгенде осындай сондайға душар болдық енді іздеуге. Солай ғой? Әкеміздің немесін. Қандай? Солай ғой. Ал енді бұл бүгінгі біздің жасап отқан мынау хабарымыз жалғыз Жылой, тек Жылойдың жастарына емес, мен ойлаймын, өзіңіздің ұрпақтарыңызға да бір жақсы бір сабақ деп ойлаймын, жақсы материал болып қалатын болды. Мақтанып жүруге. Мысалға Ақсақалдың атында көше бар. 7-ші ауылда Кеңес Барақатов атында көше бар. Көшеге Ақсақалдың бюстісі қойылған үлкен бір көше бар. Ал енді соны мысалға менің атамның атында көше бар. Менің атам осындай болған деп осы фильмнан кейін балаларға біз толық мағлұмат беретін сияқты болып отырмын. Енді мына сізге келесі қояйын деп отқан сұрағым,
Сонда бұл кісі әкеміз Бәтима апаймен үйленбей тұрып жастық шағында арнайы спортпен шұғылдана ма, әлде ол кісі бір мына табиғи күшпен келген ба? Мен сол мәселеде қазір мына кешегі мысалы Қажымұқан бабамызды мұңайтпас. Иә. Табиғи келген адам. Иә, ауылға бір цирк келеді де, сол цирктегі палуанды жеңеді ғой. Бұл кісі де сондай табиғиден шыққан адам. Табиғаттың өзінің берген несі. Күші. Иә, күші. Икемі де, жағы да, алу да, ұру да, барлығы да мына алып көтеріп ұрады ғой енді. Ол қай жерден көрінеді? Қай случайда көрінеді? Онда енді мен естіген бойынша бұл дейтін баяғыда осы өткен ғасырда Саламат Мұқашев деген бірінші секретарь райком болды Живокосинский район. Иә. Ол кездерде ат шабыс болады, жаңағы той болады, жаңағы ана шопандар тойы. Шопандар тойы көп қой енді ол кезде. Ол кезде ана 1 май дейді, жаңағы сондайға шығады. Ат шабыста күрес те болады. Сол кезде бір күрес болып отырғанда қасындағы құрдастары, жаңа замандастары бәрі отырып, қарап отырып, жаңағы күресте жаңа бір орыс үлкен салмақтағы бір енді ірі кісі, сол кезде кісілер айтқаны. Солардың несімен мен айтып отырмын. Мен өзім көрген жоқпын да, бірақ сол кездегі сол кісілер бері айтады, 120 килограмм шығар ана кісі дейді. Бұл кезде бұл өзі жіңішке келген. 75 пен 125-тің арасы енді жер мен көктей. Сол кезде бұл тұрып алып жолдас жігіттер итермелейді ғой. Сен икемің бар ғой. Мынау дейді қырып болды ғой бізді. Иә, шетімізден кіріп келатыр. Иә, мынау бір орысты жеңе алмайды деген бізде қазақ болды ма деп. Иә. Намысқа итереді. Иә. Намысқа. Сонан ол тұрады да, жақсы барайыншы дейді, күресейін дейді. Бұл шығып келатқанда ол кезде дейтін секретарь, манағы секретарымыз тұрып алып айқайлайды ғой. Не қылып жатсыңдар? Анау дейтін, ойбай, анау белін сындырады ғой, бірдеңе қылады ғой. Иә. Анау ірі. Бұл жіңішке. Бұл жерде ондай жаңағы салмақ категория жоқ қой. Салмақ категория жоқ. Оны жаңағы мынау кіші, мынау үлкен деген болмайды. Бұл жерде тек күресу керек. Иә. Соң барады. Сол жерден күресіп, тіпті ойлама, анау қанша дегенмен аудан секретары кішкене қорқа соқтайды. Бірдеңе бір жерін ауыртып ала ма дейді ғой. Содан бұл кісі келеді де күресіп келіп, алып келіп лақтырғанда елдің бәрі шулайды ғой. Мана нәнорысты лақтырады ғой. Елдің бәрі шулайды. Иә. Бар екен ғой біздің батырларымыз, қазақтарымыз. Түх. Сол кезде Саламат Мұқашев өзі келеді де ана жердегі ана кілемді алып келші деп қолына береді. Иә. Сол жағы ана мал сойғызады, малды береді. Сонымен бұл кісі жаңа жолдас жігітімен отырады ғой, барлығы да айтады, міне көрдіңіз ба, бізде де бар екен дейді. Осылай атағы шығады. Атағы шығып, соны ары қарай бұны күреске кетеді ғой енді. Сырттан көріп қалған ана эксперттер сияқты болады ғой жаңағы күрестің. Солар көріп қалады да, мына баланың керемет екен. Самородок қой. Иә, дайын адам. Тек кішкентай тек түзеп жібереміз, болды. Соны алып кетеді, содан бұл үшін қалай қазақтың ортасынан бір кішкентай қазақ баласы шығады ғой күреске. Содан сол күреске кетеді, одан үйленбей тұрып армияға қашып кетеді. Бұл армияға барып келем деп үйіне айтпай кетеді және армияға қашып. Сол армияда жүріп тағы күресіп, тағы да чемпион болады. Түх. Содан кетеді спорт ротаға. Бұлар бұл кездерде жаңа қазір біздің кезімізде мысалы 2 жыл болды совет үкіметі кезінде. Бұлар 3 жыл служит етті жаңа. 3 жыл служит етіп келеді, одан келгеннен кейін сол спорт саласына кетеді ғой солай. Сол енді келгеннен кейін сол сабақ береді. Мына дене шынықтырудан. Абай мектебі мен Островский мектебінде. Жаттықтырушы ғой. Бір жағынан күресті де дайындайды. Бір өз тек қана бір күреспен қарап қалмайтын кісі жаңағы. Футболға да барады, басқаға да барады, бәрін жақсы біледі спорттың.
сондай адам. Сосын жақсы күйді де жақсы көреді өзі. Күйге де кәдімгі мына біздің енді тұлғалар көп қой мына Жылой өңірінде. Кезінде ана Тоқсанбай Құлтымиев деген болды. Комсомол күйінің авторы ғой. Мына кімдерді жақсы біледі, кешегі Айтқали Жайымовты да біледі. Солармен бірге отырады, бірге нетеді, дастархандас болады жаңағы. Өнерді де жақсы көреді. Иә, өнерді де жақсы, әнді де жақсы айтады. Домбыра күйлерді онда көп тарталған жоқ та, бірақ өте керім жақсы көретін, әнді де күйді де жақсы тыңдайды. Балуан Шолақ атамыз деген сондай болған ғой. Өзі сал сері, өзі палуан. Енді аға тағы бір екі сұрағым бар, көп мазаңызды алмауға тырысам. Жалпы Мақат өңірінде де бір жұмыс жасады деп естігем. Мақат өңірінде анау Байшонаста қандай жұмыстар жасады ақсақал? Енді ол кісіні 64-ші жылдары ма шақыртып алады бұл кісіні. Мына райспорттың төрағасы болды. Енді ол кезде председатель райспорт комитеті дейді ғой. Соған төрағасы болып барады, бірақ сол жүргеннің өзінде де күресіп жүреді ол. Күреске де барып. Сол талай турнирлерге барып, республика чемпионы болып келеді. Талай жарыстарға сол жерден келеді. Сол төрағалықты басқарғанда да жақсы көп нәтиже алып келеді. Күрестен де, волейболдан да, баскетболдан да, футболдан да қандай спорт түрі бар, соны қалдырмады ол. Сүйреп жүрді. Сондай төрағалығын жасады. Дұрыс. Ал енді аға тағы бір сұрақ. Мынау отбасыңызда түгел осы мына Барақаттар әулетінде ақсақалдың жолын қуған спортшы бар ма? Именно осы күрес, еркін күрес бар, оның ішінде грек-рим күресі бар, оның бер жағында самбо, ал осылардан жалғастырған ұрпағы бар ма ақсақалдың? Мысалға сіз? Енді өзім болсам, енді еркін күреске де бардым, жаңағы грек-рим күресі дейді ғой, соған да бардық, ол кезде классика деп айтып жүрді. Қазір енді қазақша күреске де бізді апарып жүрді, бәріне қатыстық. Республикаға да бардық күреске, талай жарыстарды көрдік. Армияда жүріп та бірінші орын алдық. Еще играющий тренер жаңағы, сөйтіп айтады. Өзім тренер болдым, сол ротада жүріп. Соның бірінші орын алып, ротамен бірінші орын алып, сөйтіп жүрдік. Біз енді үлкені болғасын жерде, жаңағы біздерде көп жаңағы сұраныс көп болады бізге. Сұрақ көп болады әкемізден. Сен дұрыс жүрсең, артындағы балдар да ереді дейді жаңағы. Сонда айтқан інілерің ереді деп. Сол інілерімде Амангелдіде мысалы бірталай жерді шаралады. Республика чемпионы болып, еркін күресінен, самбодан республика чемпионы болып, Алматыда. Одан кейін Руслан болды. Ана біздерде Муса Байымханов деген болды, халықаралық турнир. Мақат ауданында Дастарда өтіп жүрді, нефтяник клубта. Өткел СССР-дың командасы келді. Сонда бірінші орын алды Русланда. Одан кейін балдарда барлығы облыс чемпионы болды, Ерлан болды, Тұрлан деген ініміз болды. Енді ол кісі ініміз бұнымен өтіп кетті, облыс чемпионы болған. Бәрі де жолын қуды, бірақ енді нағыз енді көп жол қуғандар осы үлкендеріміз болдық. Бірақ енді інілеріміз де жақсы көрсетті, жақсы көрсеткіштер, жақсы күресті. Сондықтан әкеміз енді бізге жолын көрсетіп, дұрыс жолға салып жүрді ғой, әрқашанда. Өте жақсы. Енді сіз ренжімеңіз, мен жалпы өзімнің негізгі салам, мен музыкантпын. Өзіңіз білесіз, осы аудандағы облыс көлеміндегі той-томалақтардың жанында жүреміз, сосын көбіне концерт, ән салатын жерде жүреміз. Мен енді жалпы спорттың барлық түрінде бала кезімізде былай жеңіл-желпі шұғылдандық, но мен спортты қумадым. Содан кейін де осы ақсақалға қызығушылығым енді болып жатқан шығар деп ойлаймын. Дегенмен ақсақалдың өткен жолын сіздер өттіңіздер. Енді қиындығы болмаған шығар, өйткені тренеріңіз қасыңызда ғой, енді әкеңіз тренер, жолдарын айтып отырады.
жеңіл жолдарын айтып отырады, қалай жетістікке жетудің. Сондықтан сіздердің енді осындай әкелеріңіз болғанына мақтанғансыздар ғой деп ойлаймын. Енді мынау жалпы ақсақал туралы айта берсек дүние көп, бірақ өкінішке орай ол кісінің көзін көрген адамдар аз болып қалып тұр қазір, бүгінгі таңда. Кезінде өз заманында атақты палуан болғанын, оның барлығын, енді басқа да тарихи дүниелер көп қой, қолым жетіп жатса, мүмкіндігім болып жатса табуға тырысам. Сосын негізгі мақсат бұл кім деген сұрақ. Сол сұрақ бойынша мазалаған сұрақ мені сол. Бұл кім? Жай ғана Барақатов Кеңес атындағы көше деп білмесін балалар. Балалар оның кім екенін білсін. Ол мұнайшы ма, болмаса құрылысшы ма, болмаса тағы ауыл шаруашылық қызметкері ма, сөйтіп ойлау мүмкін. Біздің енді жеріміз мұнайлы жер ғой. Сондықтан мұнайшы деп ойлау мүмкін. Олай емес. Ақсақал енді біздің Жылойдың өңірінен шыққан атақты спортшы, палуан әкеміз екенін жастарға таныстыру болатын. Енді мен сіздерден көп мағлұмат алдым аға. Егер сіздерді мазалап жүріп жатсам кешірім сұраймын. Көп рахмет. Эфирге қатысып, елдің алдына шығып, сосын мынау анамыздың осындай аман есен отырғаны маған бұйырды. Аңыз адам туралы материалды, аңыз адам туралы жасаған дүниемді сол кісінің өмір бақи қасында болған, жары болған, жетістігін, жеңісін алып келген, талай спартакиададан алып келген медальдары мен грамоталарын бірге тойлаған адамнан сұхбат алған, сол кісімен бірге осындай экранның алдында Жылой халқына көрсеткеніме қуаныштымын. Өзім сіздермен бірге осы бір эфирде болғаныма қуаныштымын. Сіздерге көп рахмет. Амандықта кездесек. Бұйыртса келесі жылы ақсақалдың 90 жылдығы деп жоспарлап жатыр екен аудандық музей. Мүмкін сол жерде тағы да кездесерміз, сол жиында. Ал әзірше сіздерге сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сол тойда аман есен төрде отырыңыз деп апа сізге бір жақсы тілегім бар. Көп рахмет аға. Рахмет. Сау болыңыз апа, аман болыңыздар. Көп рахмет. Сізге де дарысын айналаңызға. Рахмет. Қымбатты менің YouTube көрермендерім, бүгінгі Жылойдың жайсаң жандар атты рубрикамыздың басты кейіпкері менен, ағайын тумасы менен, баласы менен, сүйген жары Бәтима анамыздан сұхбат алдық. Мен жақсы сұхбат алдым деп ойлаймын, себебі бұндай кісілердің замандастарын обайлап кетті, қазір жоқ. Мен үлгердім, бұйыртса осы анамызбен осындай интервью алғаныма қатты қуанып отырмын, ерекше қуанып отырмын. Енді Кеңес ағамыздың өзінің тірі кезінен бастап ауданымызда жыл сайын турнир өтті күрестен. Қазір Атырау қаласында Баракат деген спорт клуб бар. Сол спорт клубты демеп отырған ақсақалдың ұлы Амангелді ағамызға көп рахмет. Мен өткенде Атырау қаласында бір жаттықтырушылармен кездескем. Сонда жап-жас жігіттер осы біздің мынау Баракат спорт клубының жетістіктерін кәдімгі маған жыр айтып берді. Тамаша. Соңғы жылдары деген бұрын 4 татамиде өткізетін едік. Бір жылдары осы 8 татамиға дейін қосып, сондай үлкен турнир өткіздік. Международный турнир өткізіп жатырмыз. Әр жерден, шетелден, біздің мынау Қазақстанның да мықты шеберлер келіп өнер көрсетіп, осы Атырау өңіріндегі спорт сүйер қауымды сондай керемет сәттерге бөлегенін менімен бөлісті. Енді бұйыртса мен ол жігіттермен әлі хабарласып отырамын. Жыл сайын ақсақалдың атында турнир өтеді екен, әлі күнге дейін өте қуаныштымын сондай. Артына жақсы әкесін спортты, тек спортты емес, әкесін қадірлеген ұрпақ қалдырған Кеңес ақсақалдың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Бала шағасы аман есен,
сол кісінің атына өткізіп жатқан турнирді немерелері де ары қарай жалғастырсын. Ал сіздермен келесі кездескенше аман саулықта болайық. Осымен келесі эфирімізді аяқтаймыз. Енді менімен тілдесетін адамдарға менің телефонымды білесіздер. 8701-365-12-92 телефонына хабарласыңыздар. Көп рахмет, аман болыңыздар. Біздің елдің жігіттер-ай, жігіттердің сырттаны, баяқ өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы, ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны.